Мына темір тұлпар Қазақстанда жасалған, дәлірек айтқанда, Астана Моторс компаниясының өнімі. Отандық бренд бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осы 32 жылдық тарихы бар кәсіпорынға арналады. Компания өндірістік бағытты дамытуға ден қойған. Ең ірі жобаларының бірімен танысу үшін түсірілім тобы Алматыға арнайы аттанды. Біз Алматыдағы машина жасау зауытына келдік. Мұнда темір тұлпардың шанағын дәнекерлеп, бояп, сатылымға шығарады. Кәсіпорында жылына шамамен 49 мыңға жуық автокөлік шығарылады. Нақтырақ айтсақ, оның ішінде оңтүстік кореялық Hyundai маркалы темір тұлпардың 10 моделі шығарылады. Зауыт Алматы индустриалды аймағында орналасқан. 2020 жылы қазан айында іске қосылды. Жалпы ауданы 38 мың шаршы метр. Өндірісте техникалық қауіпсіздік бірінші орында. Сондықтан бізге ең алдымен қауіпсіздік ережелері таныстырылып, арнайы киім кигізді. Начало строительства завода. Зауыт күрделі кезеңде салынды. Құрылыс 2019 жылы сәуір айында басталып, 2020 жылы қазан айында ресми іске қосылды. Яғни карантин кезінде құрылысты әрі қарай жалғастыру, оңтүстік Кореядан инженерлік құрамда жеткізіп, біздің мамандарға үйрету процестері оңай болған жоқ, логистикалық қиындықтар туындады. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, біз бұл жұмыстардың бәрін ойдағыдай атқардық. 4 жылдан бері отандық көліктерді шығарып жатырмыз. Кәсіпорында бір уақытта 5 цех жұмыс істейді. Олар қойма, дәнекерлеу, бояу, пластик дайындау және машина құрастыру бөлімдері. Ал мамандардың қай учаскеде қызмет ететін үстіне киген киімінің, костюмінің түсіне қарай ажыратуға болады. Сонымен негізгі жұмыс осы жерден басталады. Бұл автобөлшектер сақталатын қойма. Яғни көліктің әйнегі, рөлі, орындығы, пластик бұйымдар секілді бүкіл компоненттер ең алдымен осы жерге жеткізіледі. Жалпы зауыттағы жұмыс таңғы 7-ден түнгі 2-ге дейін. 1300 адам 2 ауысыммен жұмыс істейді. С точки зрения видеонаблюдения. Бүкіл жұмыс барысын бейне бақылау камералар арқылы осы жерден бақылаймыз. Техникалық қауіпсіздіктің сақталуы, өнімнің сапалы жасалуын қадағалаймыз. Қандайда бір ақау байқалса, бірден цехтың басшылығына жеткіземіз. Олар бірден шара қолданады. Жалпы әр цехтың өз қиындығы бар. Өндіріс аймағында шамамен 850 адам істейді. Қалған 500-ге жуық адам әкімшілік шаруалармен айналысады. Ал бұл дәнекерлеу цехы. Мұнда көліктің силуетін, яғни шанағын әзірлеу үшін металды күйдіріп, формасын жасайды. Дәнекерлеу цехында бізде 300-ге жуық операция қолға алады, және де 1500-ға жуық дәнекерлеу нүктелері бар. Шанақтың бастамасы шатырдан басталады. Шатыр дәнекерленеді, астына олардың рельстер қойылады. Дәнекерлеу қатайту үшін бұл жерде бүйірлер бар, оң жақ және сол жақ бүйірлер бар шанақтың дәнекерленеді. Және де алдымызда шанақтың бізде қалқаны бар, және лонжерондары дәнекерленеді. Одан бөлек дайын болғаннан кейін еден дәнекерленеді. Шатыр дайын болғаннан кейін негізгі кондукторға бәрі жүктеліп, машинаны жаңағы шанақтың сұлбасы пайда болады. Ар жағымызда бізде есік және капот, артқы жүк салғышы бекітіледі. Бұл бәрі жабдықтар болғаннан кейін біздер тексеріс болады. Бір шанақ толық процестен өту үшін 2 сағат уақыт өтеді. Қазіргі уақытта сағатына 4 шанақтан шығарып жатырмыз. Автокөліктіңде өз ЖСН-і бар, ол ВИН-код деп аталады. ВИН-код ешқашан қайталанбайды. Ол арқылы көліктің қайда шыққанын, қай жерде, қай жылы өндірілгенін, жалпы бұған дейін қанша есі болған, жол апатына ұшырады ма, жоқ па, бүкіл ақпарат көрсетіледі. Бұл ВИН-код та дәл осы дәнекерлеу цехында металға басып шығарылады.
Өндірісте жұмыс күші аса қажет, себебі жұмыстың басым бөлігі қолмен жасалады. Я вам скажу, что в 95%... Иә, біз бұл арқылы 1000 жарым адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Жұмыс аса ұқыптылықты қажет етеді, ал біздің қызметкерлер мұны ойдағыдай іске асырып жатыр. Жалпы өндіріс көлемін тағы да ұлғайту жоспарда бар, ал жұмысты автоматтандыру үшін келесі жылы өндірісте 4 робот іске қосылады. Оның қызметін қадағалау, оған бағдарлама енгізу жұмыстармен айналысатын тағы бірқатар мамандарды тартамыз. Тағы айта кетерлігі, біздегі қызметкерлердің 95%-ы қазақстандық мамандар. Елде машина өнеркәсібі дамымағандықтан, олардың көбісінің бұған дейін бұл салада ешқандай тәжірибесі болмады. Біз әр келген жұмысшыға мұндағы техниканы нөлден бастап үйреттік. Бастапқыда оңтүстік кореялық инженерлерден тәжірибе алдық. Қазір өзіміз үйретудеміз. Кафедра у нас, это коллаборация со Stanley Motors. Компания маман даярлау үшін елдегі жоғары және орта мамандандырылған оқу орындарымен де меморандумға қол қойған. Студенттер кәсіпорында өндірістік тәжірибеден өтіп, көлік жасаудың қыр-сырын меңгеруге қадам жасай алады. Сол түлектердің біразы осында жұмыс тауыпты. Оқуды бітіргеннен кейін мамандығымен жұмыс жасағым келіп, көлік өндіру зауытына өзімнің кандидаттығымды ұсынып жұмысқа кірген болатынмын. Мысалы, дәнекерлеу цехында жұмысы толыққан игеріп кету үшін 1 ай уақыт үйренуге, толық түсінуге жеткілікті. Енді ары қарай әр адамның өзінің шама шартына, мүмкіндіктеріне қарай. Жаңадан келген маманның жұмысқа тезірек үйренуіне көмектесетін арнайы кондуктор, дәнекерлеу пистолеттері қарастырылған. Яғни үміткер өзін толық қорғаныс киім-кешектермен қамтамасыз етіліп, осы дәнекерлеу пистолетімен арнайы кондукторда жұмыс жасап көреді. Ол себебі келесі кезекте толыққанды желіде арнайы кондукторлармен жұмысты тез үйреніп кету үшін осы негізгі үйрету барысы болып саналады. Көлік шанағы, яғни қаңқасы дайын болған соң оны бояу цехына жібереді. Техникалық жағынан бұл ең күрделі процесс. Сондықтан учаскеге кірген шыққан әр адам санитарлық талаптарды сақтауы тиіс. Мұнда шамамен 63 түрлі операция жүргізіледі. Міне, көлік шанағы да дайын. Енді оны мына бассейнге түсіріп тазалайды. Майдан тазалайды, әрі қарай түрлі химиялық сұйықтықтарға батырып бірнеше этаптан өткізеді. Ал мына бассейннің тереңдігі 3,5 метр. Мұның барлығы коррозияға қарсы жасалатын шаралар. Міне 14 ваннадан өткен шанағымыз дайын, енді ол пешке кіреді. Міне мұнаның қазір ғана пештен шыққаны көрініп тұр, өте ыстық екен. Енді мұна желдеткіш арқылы бұл суытылады. Ал бояудың металға жақсылап сіңуі маңызды. Сондықтан бояу қабат-қабат жағылып бірнеше рет кептіріледі. Цех мамандары әр кезеңнен кейін сапасын қатаң тексеріп отырады. Әр станциясынан, әр учаскеден шыққан кезде сапасын қайта-қайта тексереміз. Лак бояу материалдары Корея елінен келеді. Олар жоғары сапалы сертификатпен қамтамасыз етілген. Көлікті ақ, көк, қара, сұр және қою көк түске, яғни 5 түрлі түске бояйды. Металл бояудан бөлек пластик бояу цехы да бар. Мұнда машинаның бампері, тұтқасы, спойлер секілді пластикалық өнімдер әзірленеді. Ал мұндағы жұмыс аса ұқыптылықты қажет ететіндіктен, мұнда көбіне қыз-келіншектер жұмыс істейді. Зауыттағы жалғыз робот осы цехта орнатылған. Пластикті бояуға жібермес бұрын оны күйдіріп дайындайды.
Машинаның қаңқасы мен пластигіміз дайын. Енді оның ішіне бүкіл автобөлшектерді орнатып, көлікті құрастыру ғана қалды. Бір машинаны жинау үшін 9 мыңға жуық құрылғы қолданылады. Бұл жерден біз арнайы көтеру жүктемесі арқылы өзіміздің арнайы арбаға түсіріп алып, ары қарай жинастыратын боламыз. Бұл жерде бізде 3 участке және 17 посттан тұрады, және сонымен қатар қосалқы посттарымыз да бар. Бұл линияның бойында бізде 80-ге жуық операторлар жұмыс жасайды. Жалпы линиядан 4,5 сағатта кірген шанақтар дайын автокөлікке дейін жететін болады. Бұл жердегі ең қиын процесс қайсысы? Күрделі, бүкіл процесстер өте күрделі деп айтуға болады. Бірақ ең ұсақ түйегі көп жұмыстар бұл жердегі басқару панелі. Себебі бұл жерде көптеген блоктар бар, әртүрлі агрегаттар қосындысы болғандықтан бұл жерде кішкене сәл күрделі болып тұрады. Автобөлшектер тек қана бір ғана мемлекетпен шектесіп қана қалмайды. Бұл жерде бізде Қытайдан, Ресейден, Индонезиядан, Кореядан келеді және тағы да басқа әртүрлі мемлекеттерден келіп жатады. В 2025 году Көлікті шеттен тек дайын күйде әкеледі. Өзімізде түк шығармаймыз деген сынды жиі естиміз. Қазір бөлшектердің басым бөлігін сырттан таситымыз рас. Бірақ бүкіл өндіріс өзімізге тиесілі болу үшін бізге бұл салада үлкен тәжірибе керек. Қазір Астана Моторс осы бағытта негізгі қадамдарын жасап жатыр. Жыл соңына дейін осы индустриалды аймақта көлікке қажетті бөлшек шығаратын зауыт іске қосылады. 400 адамға жұмыс орны ашылады. Онда темір тұлпардың орындағы пластик бұйымдары мультимедиалық жүйесі жасалады. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Көліктің рөлі секілді басқа да бөлшектерді шығаруға дейін қоямыз. Қазірдің өзінде бізде шығарылатын көліктерге отандық қайнар аккумуляторды орнатуды көздеп жүрміз. Оның сапасы әлемдік нарықтағы өнімнен еш кем емес. Қазір Оңтүстік Кореядағы компанияның басты филиалынан рұқсат алу үшін аккумуляторы тестілеуден өтіп жатыр. Ондағы мамандардың отандық өнімді тексеріп жатқанына шамамен жарты жылдай болды. Жақсы жауап күтеміз. Ал дайын болған көлікті сынақтан өткізеді. Ал сапаны бақылау учаскесінде көліктің геометриясы тексеріледі. Темір тұлпардың тежеуіші, жылдамдығы, мотордың сапасы бірнеше рет сынақтан өткізеді. Қазір сынақ полигонына барып, мына көліктің қалай жүретінін тексеріп көрейік. Көлік сапасын тексеру үшін қолдан жасалған ойдым-ойдым жолмен, төбешіктермен жүріп өттік. Автомобильдің кез келген климаттық өзгерістерге, ауа райына төзімділігі де тексеріледі. Бақылау учаскесіне ол үшін жасанды жауын-шашын мен дауылды жел аппараттары да қойылған. Міне, қазір көліктің ішіне су кіріп кетпей ме, соны тексеріп жатырмыз. Бір қызық сезім екен. Ешқандай ақау байқалған жоқ, жеке өзімнің сынағынан өтті. Дәл осылай сынақтан өткен әр көлікке мөр қойылып, автотұраққа жеткізіледі. Егер сынақтан өткізу кезінде машинадан артық дыбыс шығып, немесе кейбір автобөлшектердің дұрыс істемей тұрған байқасақ, бірден қайта жөндеуге жібереміз. Мұндай жағдайды болдырмас үшін әр учаскеде бірнеше рет тексерілетінінде, сондықтан жалпы ондай жағдай бізде өте сирек болады. Жалпы өндірістің 5%-ында болатын шығар. Былтыр зауытта 49 мыңға жуық автомобиль құрастырылды, ал одан алдыңғы жылы 37 мыңнан астам көлік шығарылған. Яғни өндіріс көлемі бір жылда 25%-ға ұлғайды. Қазақстанда жасалған бұл көліктердің басым бөлігі отандық нарықты қамтып отыр. Былтыр 49 мың көліктің 48 мыңы өз нарығымызда сатылды. Қалғаны Қырғызстанға жеткізілді. Жалпы толығымен экспортқа өту жоспарда жоқ. Көліктің басым бөлігі өз отандастарымызға сатылады. Қазақстан автобизнес қауымдастығының мәліметінше, Hyundai Қазақстан нарығындағы көшбасшы. Бұл көлікке әсіресе Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды және Қостанай қалаларында сұраныс жоғары. Соңғы 5 жылда сатылым 5,5 есе артты.
Былтырдың өзінде еліміздің 18 қаласында 47 мыңға жуық көлік сатылған. Тағы бір жағымды жаңалық Алматы индустриалды аймағында автокөлік шығаратын тағы бір зауыт іске қосылады. Онда темір тұлпардың бірнеше түрі құрастырылады, ал оның шанағы толығымен Қазақстанда жасалынады. Мұндай тәжірибе бұрын соңды елімізде болмаған. Бұдан логистикаға кететін шығын азайып, көлік бағасы түсуі мүмкін. Бұл да Астана Моторс компаниясының ірі жобаларының бірі.